тастау керек. Жоқ, түнек қайтадан басып алды. Ақ сиқыр көп ұзамай мүлде әсер етуден қалады. Кіргісі келеді. Жапон болаты жібек. Сен 9 бетперденің дәл көз алдында күлге айналғанын көрген жоқсың ба? Әдетте они әзәзілдерін жеңіп келген захарлар енді әсер етпейді. Өйткені олар бұғауда болған бетперделер енді жоқ. Ендігі біздің соңғы үмітіміз Таракуданы жеңу ғана қалды. Соны ғана жеңу керек біз. Таракуданы жеңу керек. Бірақ ұшып жүрген елес басты қалай жеңуге болады? Капитан Блэк, сізде бәрі дұрыс па? Бұдан да жақсы кездер болған еді. Біз жылжымалы құрылғының көмегімен жұмыс істеп жатырмыз. Они жауынгерлері штаб пәтерлерді басып алды. Олардың барлық жерге таралып кеткенін хабарлап жатыр. Не істеуге болады? Тым артық кетпей тұрғанда оларды тезірек қолға түсірмесек, әзәзілдер әскері бүкіл әлемді басып алады. Не істеуге болады екен? Абай бол, достым. Захарға арналған қоспаларсыз әзәзілдер әскерімен шайқасу. Шайқас сен ойлағанын әлдеқайда адал болмақ. Түнектің басталуын тоқтатпай, олардың генералдары басқаларын шақыра алмайды. Біздің қолымызда әлі де сиқыр күштері бар. Менде жылан. Менің айдаһарды алғым келеді. Итпен егеу құйрық. Ең жақсылары сендерге тиген екен. Джейд, сен осында қаласың. Не? Жоқ, оның бола қойбас. Өтінем, Джейд. Егер саған бірдеңе болса, мен өз-өзімді ешқашан кешіре алмаймын. Қара күш иелері бүгін тиісті жазаларын алады. Бұл көпір жабық. Жігіттер, абайлаңдар, мында жылан жүр. Ұстаз, тағы да қалтырап тұрсың ба? Кешіріңіздер, мен бірдеңе түсіріп алған сияқтымын. Міне, мен де келдім. Я, мен де жаманмын, ал сен нағыз батырсың. Керемет бұғы. Джеки! Джейд, сенің... Мен егер саған бірдеңе болса, өзімді кешіре алмайтынымды түсіндім. Сен жақсы көре аласың ба, жоқ па? Сүйеу қолынан келе ме, жоқ па? Үлкен рахмет, генерал Идазуки. Сізді өзімнің ең мықты әскеріме қолбасшы етіп тағайындаймын. Біз мұнда сөйлесіп тұрғанда әскеріміз жылдам ілгерілеп келеді. 1-2 сағаттан соң бұл ғаламшар күштің құзырына көшеді. Күш тоқтатады. Мен аламын.
Dayın. Не? Mine sen de tuzağıma düştün. Мәсаған. Sen неге мысықтарды таңдадың? Менің жүннен ағзам тітіркен еді ғой. Міне сендерге. Қане сазайын берш. Тамаша соққа. Мәсаған. Сол қолмен. Я. Мен әлсіреп барам. Мен. Жақсы талпыныс екен. Несі бар, сендер адамзат баласын құтқарудың соңғы мүмкіндік едіңдер. Бірақ енді құрыдық дей беріңдер. Бұл генералдарымыздың әлемімізді әлдеқайда қараңғыда қорқынышты жерге айналдыруына мүмкіндік береді. Мұны қалай ашуға болады? Мұна түрмен тырнақтарын түсіндірім. Ешкімде теруш я несие картасы жоқ па? Сиқырлы карталар. Мәссаған. Мүмкін емес. 10-шы бетперде. Қараш бұл кім? Таракуда. Бірақ Торудың зерттеу жұмыстарына қарағанда ол не бары 9. Мүмкін Тару бір жерден қателесіп кеткен шығар. Әрбір бетпердені генерал Азазілдерді бұғалау үшін көне құдай жаратқан дейді. Егер 10-шы бетперде қалғандары сияқты онда Таракуданы бұғалау үшін жасаған болсашы. Бірақ Шадаханың әмірсі онда бірінші жетті. Егер 10-шы бетперде расында да болса, карталар оны қайдан табуымызға болатынын көрсетеді. Аға, ол не? Таракуда бұл бетпердені ешбір ажалды жанның кіруге батылы бармайтын жерге көлеңкелер патшалығына жасырған. Қараңдаршы, біз мына жерден қалай шығамыз? Және ол жаққа қалай барамыз? Бізге бұл жерден шығудың қажеті жоқ. Не? Барлық көлеңкелер сол патшалыққа барады. Ол үшін түнек күші бізді бұл жерден алып кету керек. Ол оңай. Егер Таракуданың суреті бейнеленген бойтұмар кетін болсақ, нинзаларға үстемдік ету құзыретіне ие бола аламыз. Суретін салып алуымызға болады. Жоқ, Джейд, ол тым қауіпті. Мұны бұрын істеген болсаң да тәуекел етуге болмайды. Мұны Таруға жүктеуді ұсынам. Маған ба? Онидың алдындағы қорқынышыңды түсінетін кезің келді. Бүкіл адамзат баласының тағдыры сенің қолыңда. Ал енді көлеңкелер патшалығына кіре ғой, Тару, саған демеу беріп отырамыз. Бірақ қалай, бойыңдағы қара күшейлерін көмекке шақыр. Бұл жерде сен башсың, Тару. Оларға не істеу керегін айт. Мені көлеңкелер патшалығына жеткізіңдер. Тағы біреуі. Өзіңмен бірге мұна шұлықтала кетші. Ол мұнын рас айтып тұр ма? Ішкейін бермегеніне рахмет айт. Ал мұна жіп сені өз әлемімізге келетін жол болады. Бетпердені тапқанда оны жылдам тартып қал. Шолықты көлдей тарқатылып болғанша, және суреттегі зұлымдық күші бойына еніп кеткенше, Торудың ол бетпердені тезірек табуы керек. Я, бетперде Торудың қолында тұр. Тезірек тартып алу керек. Өзімізге қайтейм. Тору, Қолымыздан келді. сен 10-шы бетпердені таптың ба? Таракуда. Жоқ, түнек күштері Торуды емденіп алыпты.
Менің атымды Таракуда деп кім шақырды? Мен сендердің көздеріңді құртамын. Ай-яй! Ай-яй-яй-яй! Ай! Менің бетіме тиісуге ешкімнің хақы жоқ. Идазуки! Қандай керемет Әзәзілді қамырша үйледі. Джеки ағыңа сенің көмегің қажет. Қоспалар керек. Қандай қоспалар? Жапон самурайының шашы. Самурайдың көне Жапония қойнауында қалып қойғаны қандай өкінішті. Тору жапондық азамат қой, оның бойында самурай қаны бар. Оны білудің бірақ жолы бар. Кешір жігітім. Жиналған шашынан бір екіті ала аламыз. О, жоқ, қажет емес. Мені лақтырып жіберші. Дареку кимені яку, дареку кимені яку. Дареку кимені яку. Ай, көздерім. Таракуданың аяқ пайда болды. Бұл сенің дұғаңның арқасы ма, аға? Иә, әрине. Сонда ғана бетперде басыңда болады. Бәрі менің әзәзілдік тәнімде. Одан жақсы ештеңе таба алмадың ба, Таракуда? Сенің әділ шайқасқа түсетін кезің келді. Енді Джеки, сенің көзіңді құртамын. Сен бұл әлемнен мәңгілікке кететін боласың. Таракуда, киіп көрші. Жоқ! Жоқ! Джеки. Онидің он Әзәзіл мен ниндзялар жасағы мына кішкентай ғана бетперденің ішінде ме? Өте ыңғайлы екен. Сонымен бетперделер енді жоқ па? Не, Тору, енді қалшылдап тұрған жоқсың ба? Демек, бетперделер енді жоқ. Нет. Жеңіс үшін барлығыңызға рахмет. Ей, Джеки, сен балық аулағанды ұнатасың ба? Онша ұнатпаймын. Демалыс күндері балық аулауға ешқашан достарымды шақырмаймын. Тек кеме үстінде түсірілімдер болмаса ешқашан, одан да біраз балық аулауға да болады. Оған қоса мен суды жек көремін. Түсінесің бе, мен теңіз дертіне шалдыққан едім. Сондай-ақ қармағыма балық ілінгенше ұзақ күтіп отыра алмаймын. Десек те кейде балық аулауға болады. Мен оған қатысты дүниелердің бәрін жақсы көремін. Фильмді дыбыстаған Прим жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.